Барлықтарыңызға сәлем. Банофи пай пирогын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізде 100 грамм май, 2 желток, 60 грамм сахарная пудра және 180 грамм ұн керек болады. Және тұз. Қолмен дайындау әдісін көрсетейін. Май жұмсақ болғандықтан осылай тез араласады. Мен алдындары миксермен істеп жүрдім. Енді қолмен көрсетейін деп шештім. Осылай вилканың көмегімен бәрін однородно қылып аламын. Қолмен егейін. Қамырымыз дайын. Форманы майлаудың қажеті жоқ. Осылай алынады. Пирогтың пісіру керек ұзаты осы ғана, себебі қалғаны банан, сливки. Міндетті түрде вилкамен осылай ұмытып кетпеңіздер, кесіп шығамыз. Банофи пайдың бетіне біз крем дайындайтын боламыз. Мұнда 250 грамм сливки салқын және 30-40 грамм қант. Миксердің баяу жылдамдығынан бастап жай қосып до плотности апарамыз. Ең бастысы көп миксерлеп қоймаңыздар, себебі перевзвить етіп аласыздар. Егер көп миксерлеп қойсаңыздар, шамадан тыс мынаның сывороткасы бөлініп, мынау іртік массаға айналады. Яғни сливки өз формасын ұстамайды, жарамсыз болып қалады деуге келеді. Осындай болған кезде тоқтату керек. Тартып пісіріп алдық. Енді формадан осылай шығарамыз. Астыңғысы да оңай шешіледі. Кішкене пышақпен жиегін босатып аламыз. Енді осыны жинауға кірісеміз. Бізде мұнда вареная сгущенка немесе карамель қосуға да болады.